Ақпанда не жаңалық? Аспандағы түстер, бірнеше әдемі жұп және NASA аппараттары барған жерлер. Әр жұлдыз бен планетаның өз түсі болады. Ақпанда аспандағы қызғылт немесе көкшіл нысандар жақсы көрінеді. Ай бойы күн батқаннан кейінгі 1-2 сағатта батысқа қараңыз. Қызғылт Марсты табасыз. Оңтүстікке бұрылып, биікке көз тіксек, бұқаның көзі деп те аталатын торпақтағы қызыл жұлдыз Альдебаран мен Орионның иығы қызыл бетелгейде көрінеді. Бұл түстерді Орионның тізесі көгілдір Ригельмен және аспандағы ең жарық жұлдыз Тазыдағы ақшыл көк Сүмбілемен салыстырыңыз. Онына жарты ай Марспен тоғысады. Оларды күн батқаннан 1 сағаттан соң батыстан табасыз. НАСАның InSight миссиясы Марсқа 26 қарашада қонды. Ол планетаның ішкі құрылысын зерттеп, Марстың қалай түзілгенін ұқпақ. НАСАның OSIRIS-REx аппараты телескопсыз көрінбейтін Бенну астероидын зерттеуде. Ал Валентин күні Бенну Марстан созған қолдың жұдырығындай оңға орналасады. 14-не Бенну мен ондағы OSIRIS-RExке қол бұлғаңыз. 18-не Шолпан мен Сатурн таңғы бозторғайлар үшін әдемі өте жақын жұп құрайды. Күн шығардан 1 сағат бұрын оңтүстік шығысқа қараңыз. 27-сі таңда Шолпан мен Сатурн ажырап, Юпитермен тамаша сап түзейді, ал ол жартаймен тоғыспақ. Күн шығардан 1 сағат бұрын оңтүстік шығыс көкжиектен сәл жоғары. 27-сі сондай-ақ осы жылы солтүстік жартышарда Меркурий ең жақсы көрінетін күн. Егер көкжиек ашық болса, күн батысы мен бірден батысқа қараңыз. Меркурий көкжиектен небәрі 10 градус, яғни бір жұдырық жоғары болады. Бұл кішкентай планета күнге жерден жақын және тез айналады. Демек жылдың көп бөлігінде күн сәулесінен көрінбейді. Орайы келгенде оны көріп қалыңыз. Ақпандағы ай фазалары. НАСАның қазіргі және болашақ барлық миссиялары туралы NASA.gov сайтында. Бұл ай жөнінде осы.